біздің дұғаларымыз қандай уақытта жасалса абзалырақ? Аллах Тағала кез келген уақытта дұға жасағанды қабыл етеді, бірақ та қай кез абзал? Соған тоқталатын болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келгендей, дұғаның ең абзал уақытының біріншісі ол түннің 1/3 бөлігінің соңғы бөлігінде екенді. Тахаджуд намазының уақытында. Адамдардың барлығы тәтті ұйқыда. Тәтті ұйқыда емес, кейбіреулері күнәға белшесінен батып жатқан кезде сен не істейсің? Раббың үшін тұрасың. Сен Раббыңмен байланыс жасағың келеді. Сөйтіп түннің 1/3 бөлігінің соңғы бөлігінде адамдардың басым көпшілігі ұйқыда жатқан кезде сен тұрдың. Өзіңнің Раббың үшін құлшылық қылдың да, сол құлшылығыңның артында дұға жасасаң, осы ең абзал уақыт дейді. Одан кейінгі екінші дұғаның уақыты азан айтылып жатқан кездегі дұға дейді. Азан айтылып жатқан кезде дұға жасаса, иншалла, ол да абзал уақыттардан болып саналады екен. Одан кейінгі үшінші уақыты дұғаның азан мен қаматтың ортасында қылынған дұға. Бесін намазына азан айтылды, мысалға таң намазына азан айтылды, сүннет намазын оқып болғаннан кейін фарыз намазына қамат айтылғаншыға қолымызды көкке көтеріп дұға жасап отыруымыз дұғаның сүннет уақыттарына жатады екен. Міне осы уақыттарды біз не істеуіміз керек? Қаперімізде ұстауымыз керек. Одан кейін намаздағы сәждеде қылған дұға. Әрбір намазда сәжде қылған кезде сәждеде Субхан Раббиял А'ла деп айтқаннан кейін қылынған дұғалар. Осы кезде не істеуіміз керек? Раббымыздан көп сұрауымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Адам мен Раббысының ортасында перде болмайтын, өте жақын болатын уақыт адамның маңдайы сәждеде жатқан уақытында деді. Осы уақытта дұға қылған болса, иншалла, оның дұғасы не екен? Қабыл екен. Одан кейінгісі жаңбыр жауып жатқан кезде. Жаңбыр жауған кезде дұға жасасақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгендей, жаңбырлы уақытта дұға жасалса, оның да иншалла дұғасы қабыл. Одан кейінгісі жұма күні жасалған дұға. Міне, бір уақытта да біз отырмыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде жұма күні бір уақыт бар, кімде-кімнің дұғасы сол уақытқа сәйкес келген болса, онда оның дұғасы қабыл деген. Сондықтан Аллах Тағала бізге жасыруының тағы бір сыры бар ол уақытта. Адам көбірек дұға қылсын дейді. Сол уақытты іздеп, ол адам көбірек дұға жасайды. Ай, мына уақытқа сәйкес келе ме екен, ай осы ме екен деп, сол уақыттың аралығының барлығында дұғада болса, иншалла оның сауабы молырақ болады. Сол үшін де жұма күнгі қылған дұға иншалла қабыл. Одан кейінгісі ол Арафат күні. Қажылық уақытында жүрген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Әл-Хаджу Арафа, қажылық ол Арафат деді, және де Арафат күні жасалған дұғалары ешқашан кері қайтарылмайды деді. Одан кейін ең соңғы дұғаның қабыл болатын уақыттарының бірі ол фарыз намаздарынан кейінгі жасалған дұға. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрбір фарыз намазынан кейін дұға жасаған. Міне осындай уақыттарды біз қаперімізде ұстап, осындай уақыттар бізге туған кезде дұға жасап тұратын болсақ, иншалла біздің дұғаларымыз қабыл болады.